Сіздің жол көлік оқиғасына түскеніңізге 1 апта болды. Мен сізді толықтай тексеріп шықтым. Сонымен, бір жақсы жаңалығым бар. Сіз тірісіз және жүре аласыз. Бұндай апаттан кейін екінің бірі тірі қалмайды. Сіз сол жолы болғыштардың бірі екенсіз. Бірақ жаман жаңалықтар да бар. Сіздің омыртқа жотаңызда және жүйке жүйеңізде кішкентай ақау бар. Мен хирургиялық емдеуге толықтай қарсымын әрине. Себебі одан кейін қозғалмай қалуыңыз әбден мүмкін. Ал қазір осынау кішкентай ақаудың зардабынан сіздің тек бірнеше бет бұлшықеттері ғана қозғалмайды. Мұнда және мұнда. Қысқасын айтқанда, сіз әрқашан жымиясыз. Тіпті өлгенше. Тамаша. Бұл сіз бе? Қандай табысу? Сіз бе? Сіз бұған қалай тәтіңіз барады? Сіз менің өмірімді құрттыңыз, білесіз бе? Бұл апатқа тап болғаныңыз менің кінәм емес. Бірақ ол сіздің көлігіңізбен болған. Осыған күлуге ұялмайсыз ба? Бірақ тыңдаңызшы, мен... Кеттік! Ей, сіздің сөмкеңіз! 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 Такси! Ана таксидің артынан кет, кинодағыдай. Ей, ана таксидің артынан жүріңіз, өтінем. Мен түсінбедім, бұл пранк қой, е? Жоқ, бұл пранк емес. Менің бетім жасамайды, бұл күлкілі емес, әрине. Мені жасырын камера түсіруде ғой, е? Бәсе, көлігімде бірдеме өзгерген. Қаз білмеген түр жасайын. Сонымен, сізге қайда? Мен білдім, бүгін жолым болатын. Сонымен, камера қайда? Ей, түсінесің бе, маған мейлі бәріне. Я, маған мейлі. Клубтан шығып маған келесің. Түсінікті ме? Ей, окей ма? Ей, менде көлігім жоқ. Қазір қайтып звондайын. Ой, тек бұл емес. Сен не, маған күліп тұрсың ба? Ей, жауап бер. Жоқ, мен күлмедім. Онда неге күліп тұрсың? Мыналар жыныма келді ғой. Бұл күлкілі емес. Менің бетім осылай жасамайды. Қалай күлетінді көргің келе ме? Осылай. Ал осылай мен күлмеймін. Көрдің бе? Ал осылай күлемін, ал осылай жоқ. Түсінікті ме? Осылай. Ал осылай мен күлмеймін. Көрдің бе? Ал осылай күлемін, ал осылай жоқ. Кім анда? Мен сізге сөмкеңізді әкелдім. Жарайды, мен оны осында тастайын. Әкел мұнда. Жарайды, мен кешірім сұраймын көлік үшін. Мен өзімді...
Сіз дым түсінбейсіз, тағы да. Жоқ, қайтып керек емес. Мені жұмыстан қуып жіберді. Ал мен міне дегенде тележүргізуші болатын едім. Ал енді маған орамал керек. Сіздің сөмкеңізде бар біреуі. Не? Сен сөмкеңді ақтардың ба? Тек мекен жайды білу үшін. Тек ашуланбаңыз. Мен ашуланып тұрған жоқпын. Күлмеш болды. Мүмкін емес. Үйден кетіп қайтып келмеңізші. Жарайды, мен кеттім. Күлмеңізші, өтінем. Көлік апатынан кейін бетім осындай болып қалды. Мен тоқтата алмаймын бұл күлкіні. Жұмысыңыз үшін кешірім сұраймын. Болды, мен кеттім. Тек өтініш жыламаңызшы. Жыламаймын. Не дейді? Кілт үйде қалып қойды ма? Иә, мен қазір слесарьға звондаймын. Сізде жүйке жүйеңіз ауыра ма? Сосын мені шығарып жіберді. Бірақ кейін жарты бағасына жұмысқа қайта тұрдым. Бірақ бұл күлкімен онда да қуып жіберді. Кім болып жасағансыз сонда? Морг директорының орынбасары. Сонда не істейсіз? Өлген адамның туыстарын жұбатам. Сіз қатырасыз, яғни бұл тағдыр. Иә, бұл шын. Жыламаңыз. Жылап жатқан жоқпын. Сол оқиғадан кейін жүйкеме ақау тиген. Көз тамшыларына бір жеме болған. Енді сондықтан мен жылай беремін. Мейлі ол қуаныш болсын. Ал бұрын ТВ-да жұмыс істегем. Мен жылаймын. Егер қатты күрсінгің келсе, тек жымия берсең не сезер екенсің? Сізге бұны түсіну қиын болар. Бірақ мен қазір жымиып отырмын. Егер осындай форматтағы фильмдерді көргілеріңіз келсе, Казду фильм ВК-дағы группасынан таба аласыздар. Онда тек қана жақсы сұрыпталған фильмдер ғана постталып шығарылады. Яғни сіз қазақи форматтағы жаңа фильмдерді осы группадан таба аласыздар. Ссылка төменде.